Ассалаумағалейкум, құрметті Мейрам Әлмейұлы. Бүгінгі сіздің осы кәсібіңізге келіп, осындай қаншама үлкен еңбек жасап жатыр деп есептейміз. Сондықтан өзіңіздің бір осы кәсіп орныңызға келіп, бір сізбен бір сұхбаттасып кетейік деп осы жерге келіп, мынау адал азамат дейді, адал еңбек дейді, сіздің еңбегіңізге қарап, мынау жастарға үлгі болса екен деп сізге келіп осылай өзіміз сізден подкаст алмақшы болып келіп отырмыз. Бүгінгі біздің осы студиямызға қош келдіңіз. Енді бірінші сұрағымыз осы өзіңіз жайлы, жас балалық кезіңіз туралы, жалпы өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Жақсы, рахмет келгендеріңе. Мен енді Сағынбеков Мейрам Әлмейұлымын. 1954 жылы туғанмын. Осы Қарқаралының тумасымын. Әке-шешем де осы Қарқаралының тумасы, Медібұлақ жақтың азаматтары. Әкем осы Қарашаңырақ қазақ мектебінде ұзақ жылдар еңбек етті. Басында мұғалім болды, мектеп директоры болды. Мына осы қазір отырған мектепте қабырғасының көтеруіне көп үлес қосқан адам. Сол кезде жүгіріп, соны Қарқаралының болашағын ойлап, сол қазақ мектебін салынуына көп еңбек сіңірді. Сонда сол өмірдің бәрі сол жерде өтті. Енді ол кісі кішкене ертеректе қайтыс болды. Мұнағы дөкей аурудың несімен алғашқы кезде медицинада ол кезде аса керемет дамымады ғой. Сол кезде операцияның ішінде кетіп қалды. Бір өкініштісі. Шешем екеуі 10 құрсақ көтерген. Мен үлкен бір қыз бала бардым. Ол бала ертерек қайтыс болды. Енді сонда ең үлкені мен, шаңырақтың үлкені. Үлкені мен. Енді менің өмір жолым, мен жастайымнан еңбекке тығыз араласып өстім. Әкенің тәрбиесі дейсіз? Әкенің тәрбиесі. Каникулға шыққанда бір-ақ күндей болатын. Күлі шамадандан дайындап, Медібұлаққа барып түсетін. Содан еңбек жағы қайсы басталушы еді. Қой қырқудан бастасың, одан кейін қозы қырқасың, одан кейін тоғытасың, содан кейін артынан шөпке шығасың. Сонымен күзде бір-ақ келеміз ғой. Оған дейін уже жаңағы сабақ басталады. Уже сабаққа дайын болып келеміз, енді әке-шеше сабаққа дайындап қояды. Сол енді жастайымнан еңбекке араласып өстім. Ешқандай неткеніміз жоқ. Бізде қылтың-сылтыңға уақытта болған жоқ. Сондықтан енді оны сол жастық шағынан бастап еңбекке араласқанның арқасы ғой. Ал енді қазіргі кәсіпке қазіргі кәсіпке мен негізі Казгудың журналистика факультетін бітіргем. Одан кейін мына біздің коммунизмдік таң газетінде еңбек еттім. Ауыл шаруашылық бөлімін басқардым. Жауапты хатшы болдым. Одан кейін орынбасар болдым. Сосын 1-2 жылға енді оның несін ұмытта қалдым. Партия мектебіне барып, 2 жылдай партия мектебінде оқып келдім. Содан кейін партия мектебіне барып келгеннен кейін алдағы өмірді қалай болатынын түсіндім де, бәрін райкомда да еңбек еттім, бәрін тастадым да осы кәсіппен айналысып кеттім. Бір күні осы өзімнің қатар еңбек еткен Торбаев Серік деген жігіт болатын. Сол телефон шалды. Әй Мейрам, сен өз кәсіпте бір жеке ғимарат болса деп армандап жүрмін ғой. Мынау ескі пошта, Золкин салған пошта сатылайын деп жатыр. Соны алсайшы деді. Азғантай бір жинаған. Сол кезде ақша құнды ғой. Бір жинаған ақшам бар еді. Бәрін нетіп, мынау енді сол кезде қазір бағасын ұмытып қалдым, аса
керемет қымбат емес, осы ғимаратты сатып алдым. Сосын осының қатарында, әр жағында, жолдың әр жағында ол кезде базисный магазин деген болатын. Базисный магазинде мектептің шаруашылығында, мектептің еңбектен сабаққа беру керекті станоктардың бәрі болатын. Соның өзіме керек-ау деген осы медициналық дегендердің токарный станогын, тақтай кесетін пилорамын бәрін сатып алдым. Содан осында бастап кеттім жұмысты. Қазір не шығарасыздар мысалы? Одан кейін сол алғашқыда жаңағы қолдан өзіміздің қазақи көбі, жер үстел, әбдіре, жаңағы ұлттық нелердің бәрін. Сосын той ол кезде кішкене бұл замандағыдай емес қой, бәрі дайын емес. Тойдың жабдықтарын бәрін мен жасап беретін. Біраз еңбек етіп, содан осында енді атын атамай ақ қояйын, біраз жоғары билікте тұрған біраз жігіттер бөгет жасады. Әкелген ағаштарын алып қойды, үйтті, содан кейін қой. Жұмыс болмайды екен дедім де, Астананың жаңа ашылып жатқан кезі, жаңағы күлді станогын бәрін машинеге артып алып, Астанаға барып, бір жазба, 2 жазба еңбек етіп келдім. Сосын сол жаққа бардым да, жаңағы апарған станогын бәрін сатып жібердім. Да, сол жерде баспахананың оқу орны ғой, училище ма. В общем, баспаханашылар дайындайтын бір үлкен не бар екен. Олар да сол жаңағы күллі нелерін бәрін сатып жатыр екен. Жаңағы ақшаға ананың бәрін сатып алып келдім де осында орнатып, сол жаңағы баяғыны басында станоктардың бәрін көруге де болады. Сталиннің заманындағы дөкей станоктар ғой. Соларды алып кеп осында еңбекті солай бастадық. Ничего жақсы адам болып кеттік. Қазір қандай заттар шығарасыздар? Қазір енді негізгі күллі мекемелерге, медицина мекемелеріне керекті журналдар, осым халық не тапсырып береді, соны істеп береміз ғой. Түрлі түсі бар, тойға керек, құттықтаулары бар, барлық дүниені дайындап береміз. Бір сізді өте бір жас кезімнен білем, осы жерге кірген кезде ручканы, орысшасы жаңағы ручка деген қаламсап қой. Ол енді мен өзі енді дұрыс түсіндім. Қазақ тілінде бір балаларға, келешек жастарға айтатын бір. Жоқ, оны мен түсіндім. Қазір мына заманда менің бір кішкене өкпем, мен кітапты көп оқимын. Мәшһүр Жүсіптің мысалы Абайды, Шәкәрімді барлығын 2-3 қайтара оқыған адаммын. Мен 2-3 қайтара оқитын себебім, анау оқыған кітабымды, мен жас кезімде оқыған кітабымда Еңбек Мұрат бәріміз тете өстік бір класстан. Біз оқығанымызды бір-бірімізге айтып, талқылап, мынау былай болыпты, мынау былай болыпты ғой деп әңгімелесетінбіз. Қазіргі заманда оқыған нәрсеңді айтатын адам жоқ, тыңдайтын адам жоқ. Иә. Өйткені ол кітап оқымағаннан кейін сенің не айтып отырғаныңды ол түсінбейді. Содан кейін мен кітапты 2-3 қайтара оқитыным сол. Өйткені біраздан кейін ол ұмытылып кетеді, еріксіз қайталап оқисың. Бірақ қайталап оқыған өзіңе жақсы екен, ләззат аласың андан. Мынаны қалай ұмытып қалғанмын деген сияқты ой келеді. Қазіргі бір өкінішті кітап оқымайды. Кітап оқымағаннан кейін қазақша. Ол анау жаңағы мынау телефонмен, дайын нәрсемен ол информацияның 3 күні ғана. Оның әр жағында терең мағына бар. Негізі қазақтың тілі деген құдіретті тіл ғой. Бұның қазақ 2 қауыз сөзбен барлық дауды тоқтатқан. Оның әр жағына оның мағынасы терең.
сізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Қазір енді мысалы денсаулығыңызға байланысты сол денсаулыққа да қарамай осылай еңбек етіп жатсыз. Ол денсаулық сізде бір күш қуат. Менің тәртібім бойынша өзімнің таңғы сағат 5-те тұрамын. Ұстаным тәртібіңіз бар ғой? Иә. Таңертең 5-те тұрамын, 1,5 сағатта жаңағы күллі жаттығуды жасаймын. Бақайдың ішінен басып түгел өзі тәртіпті не жасап қойғым, соның бәрін істеймін. Ол өзіңіздікі ме дейді, дәрігердің айтқаны ма? Жоқ, ешкім айтқан жоқ, өзімнің жылда қосып, неше тілін қосып. Негізі жаз айында таңертең сол 5-ке велосипедке мініп алып, 15-20 километрлей жүгіремін ғой. Душқа түсіп алып, содан кейін барып жұмысқа келемін. Бұл енді ереже өзімнің қалыптасқан. Оны енді ешкім бұза алмайды. Ол сізге өмір беріп тұр ғой? Ол өмір беріп тұр, иә. Сенің қозғалыс өмір. Иә. Сол енді. Қазір енді балам шетелде, Брюссельде тұрады, семьясы бар. Сол кісінің бақылауындамыз. Жолдасымның барлығы әжептәуір болды. Ол кісі, да. Енді сондықтан 90 сайын дәрігерге қаралып, анализдерін тапсырамын да, жаңағы онлайн дәрігерлердің нұсқауын алып тұрам. Бәрі жақсы, Құдайға тәуба. Енді сіздің осынау кәсіпорынға келіп сізден сұхбат алдық. Мынау енді жас ұрпаққа осы бір айтарыңыздың бәрі осы деп ойлаймын. Еңбек, жаңағы қимыл қозғалыс, спортқа да жақын екеніңізді көрсетіп жатсыз. Осында жаңағы 15-20 километр деген аз жер емес қой. Ол түгілі 5 километрді жүрудің өзі қазір жастардың жоқ, ол анау сияқты. Ол алғашқыда ал болып көрінеді дейсіз ғой. Ол жүргізің, наоборот, кеудең ашылғаннан кейін ол жүрген өзіңе рахат сезім. Елген сезініп. Иә, ол басында анау Ахматтың үйіне қарай көтеріле бастаған кезде кішкене былай шаршаған бе, одан кейін және де мына қазіргі велосипедтер жақсы ғой. 7 скорості бар. Велосипедіңіз қанша тұрады? Мен уже неше жыл жүрдім, 7-8 жыл болды ма? Бұл кезде бір 220 мыңдай болған. Қазір 1,8 миллион деймін. Қазіргі ақша құнсыз ғой. Қазіргі ақша. Сермелі ғой, жаңағы анау мысалы базарға сатылып жатқан емес бұл. Жоқ, бұны енді шын айтайын, 7-8 жылда құрана цепті құрана жаз шығарда бір майлап қоям, тазалап, немен жуып, бір майлап жіберем, болды оған түк істеген емес. Неше жыл тептіңіз? Мен 7-8 жыл болды ғой теуіп жүргенім. 7-8 жыл тепесі ғой? Жоқ, жақсы, көп рахмет сізге осы сұхбатыңызға келісіп, осылай ұрпаққа бір үлгі болатын адамсыз, сондықтан өзіңізге алғысым шексіз. Жақсы, рахмет ол. Қазақстанымыздың жас ұрпақтарына адал азамат ретінде, адал еңбек етуші ретінде сіздей адамнан үлгі алса ешкім жаман болмайды деп ойлаймын. Еңбек ету керек қой. Бәрі еңбекте. Бәрі еңбекпен келеді. Бұл қазіргідей біреу алдау, тәртіп болу керек. Мен мысалы бүгінгі ойластырған жұмысымды бүгін аяқтамай кетпеймін. Әттен бітіріп, тиянақтап, ертеңге дайын болып тұру керек. Ертеңнен ертең істейшінен бір жүрген олай деген болмайды. Тәртіп емес. Сіздің тәртібіңізде ол жатпайды. Ол жатпайды. Өз басынан солай. Жас кезден қалыптасқан. Жас кезден қалыптасқан оған. Әкем мен шешеден келген тәрбие ғой. Иә, әкем мен шешем өздері жаңағы айтып отыр ма, оң құрсақ, үшеу жерінде қолында әкелерінің қарындасы туған, енді аты Мәриям, бірақ қара кемпір дейді, ол адуынды адам болса керек. Шешем сол кісінің қолында келіп түскен ғой, сол кісінің тәрбиесін алған. Бізге мысалы, бірдеңені жасап қойсаң,
ең қатты айтқаны әкең айтам дейтін. Болды. Бітті ол. Бір ауыз сөз. Сосын көзбен ғана қорқытатын да, сол көздің несімен ғана. Абылай қатты айтып, ұрсу, керісу, ондай болған жоқ. Сондай тәрбиеде өстік. Жаңағы әкем мен шешем, жаңағы еще онымен қоймай, міне осында Қарқаралыда дедім болыпты, содан еще бұл Мағыртбек, Әнтейбек, Дәния дегендер біздің үйде тәрбиеленді. Бәрі Қарқаралыдың үлкен адамдар білетін шығар. Солардың бәрі біздің үйде тәрбиесінде болған адамдар. Сол. Көп рахмет сізге. Саған да рахмет. Көп жақсы рахмет. Еңбегіңіздің жақсы рахмет. Қарқаралы деп мына бүкіл нелерге жазып, табиғатты дәріптеп жатасыз, біздің Қарқаралыны дәріптеп жатамыз. Жоқ енді бұл енді Қарқаралының нелері сыртқа шығады. Байланыс қазір той домалақ көп. Туризм. Естелік Қарқаралға келгенде естелік алып кеткен Қаламсоққа Қарқаралы деп жазып, Қарқаралының өзінің жаңағы нелерін шығарып беріп жатырмыз енді ол. Қолдан келген бәрі істеп жатырмыз. Туризмді қосқан үлесіңіз. Қандай тапсырма береді? Басакин неті, Басакин келді. Сол үшін еті сол істеп береміз. Болды. Рахмет. Жақсы, көп рахмет. Көзіңізге де алғысымыз шексіз. Мейрам аға өзіңізге де алғысымыз шексіз. Жақсылықта осылай сізден үлгі алатын ұрпақ көбеймесін. Жақсы, рахмет.